Қасқыр хақында бірер сөз. Қасқырда аулаған аңның арам қанын әғізіп барып асқылады. Киік, қабан секілді ірі аңдардың тамағын орып жібереді. Қансырап барып сүзіліп құлағанын күтеді. Немесе өзі құлатып, қан жынын шығарып барып ауыз салады. Қасқырда қазақ сияқты жемтігін бауыздайды десек болғандай. Қасқырлар басқа аңдар құсап өлімтік жемейді. Не болса да өзінің үйірімен аулап жүріп, ұстаған аңды азық қылады. Қасқырлардың өзге аңдардан басты бір ерекшелігі өзінің үйірлесімен ешқашан жұп құрмайды. Жақын жуық, рулас демекші, оларда қазағымыз сынды ет жақындарымен өмірі жақындаспайды. Бірлесіп, бір апаннан бөлтірік өрбітпейді. Кекшіл һәм кекшіл. Екі басқа аталықтан тараған қасқырдың бөрісі мен бөртесі бір-бірімен табысып, үйір құрса, онда өле-өлгенше бірге болады. Жұп өмірге өте адал, бірін-бірі сатпайды. Екеуі де бөлтіріктерінің тәрбиесіне асқан жауапкершілікпен қарайды. Егер бөрі оққа ұшса, әйтеуір ажалы келіп, ерте өлсе, бөрте үйірді ұстап қалады. Оның басқа бөрімен жұп құруы екіталай дүние. Ілеуде біреуі бөгде бөрімен сыңарласуы мүмкін, бірақ не қайбыл? Бұл сирек кездеседі табиғатта. Ал егер бөртесі өліп, бөзді тірі қалған жағдайда, ол қалған өмірін жұпсыз өткізеді. Қалған өмір де демекші, құртқасынан айырылған жау көп әреге бармайды. Өз ажалын іздеп жүріп оққа ұшады. Құсалықпен күн өткізіп, бірақ онысын жасырып, барып асқан тектілікпен өліп тынады. Осылай деуге болар. Өйткені ол құртқасын жоқтайды. Онсыз қасқырлық өмірдің мәні жоғын, мәні жоғалғанын мойындап жалғызсырайды. Сөйтіп, қайталай айтсақ, ол да адам сияқты құсалықпен күнін өткізеді. Иә, жал мен құртқа жалғанда бір-бірінсіз жер басып жүруді қаламайды екен. Екеуінің бірі өлсе, екіншісі 3 ай, 6 ай, арғысы жыл асырып аза тұтады. Ақыры сөйтіп жүріп, құсадан көз жұмады. Бұл қасқырлар үйір үшін бойындағы барын береді. Олар үйір үшін үйірді сақтау, өзінді сақтау болып саналады оларға. Үйірдің өмірін өзінің өмірінен артық көреді. Үйір үшін басын бәйгеге тігу әр көкбөрінің ең басты парыз екен. Әсіресе бұл ұсын ұлымалардың арлан көгіне ең бірінші соғады. Арлан көк бүкіл үйірге жауапты. Әке ғой, азамат қой. Бұлжымайтын тәртіп орнату, бұйрығына бәрін көндіру ызғау көкжалдың міндеті. Бөрі басына барлығы бағынады. Бөрлердің бір-бірін сатпауы қатал заң. Дала заңы, адалдық, сертке берік болу, үйір үшін өміріңді қию көк бөрлердің мінезінің ең басты өлшемі десек болар. Иә, қасқырлардың әлем ғалымдарын қатты қайран қалдырып келе жатқан және бір басты қасиеті, олар қартайған атанасын яки бөрі мен бөртені өлгенше асырайды. Оларға аң аулап, тістеріне жеңіл келер жылы жұмсағын алдарына әкеп тастайды. Қазақтың балалары қартайған әке-шешесіне қарайлап, қалай асырайтын болса, қасқырлар да дәл солай өзінің жасы келген үлкендеріне мейіріммен қарап, оларға апанның төрінен орын береді, қамқорлық қалады. Қасқыр үйірі жаңа туған бөлтіріктеріне шаң жуытпайды десе болады. Алғашында
бөрі мен бөртенің қамқорлығын көріп өсетін бөлтіріктер жерден бауырын көтеріп жүре алатын, құлағы естіп, көзі көре алатын күнге жеткенде үйірдің басқа мүшелерінің, яғни аға апаларының тәрбиесін де көре бастайды. Олардың бірі бөлтіріктерді ойнатса, олардың ойыны болашақ аң аулауға машықтану, аңшыдан, кез келген қауіп қатерден сақтану, жасырына білу секілді қасқырлық әдіс тәсілдерді жетілдіруге құрылады. Қысқаша айтқанда, қасқырлар өте ақылды, аса айлалы, ласты ұнатпайтын, ешкімнен, ештеңеден қорқуды білмейтін мақұлық. Иә, Тәңірден ғана қорқады. Иә, ол бұрын соңды көріп білмеген нәрселерден сақтанады. Олардан қашық жүреді. Бірақ бұл оның қорыққан емес, өзін қатал табиғатта сақтай білуінің бір ғана көрінісі. Қасқырлар хақында көп айтуға болады. Бұл тек бір сыпырасы ғана. Тыңдағандарыңызға көп